Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі кезекті видео рецептімде булочки дайындап көрсететін боламын. Өте ерекше рецепт. Барлықтарыңызға видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Видеоны көрерден бұрын каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Енді апарасын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді, ашытқымызды, ұнды және де шекерді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап осылай көпіркенше араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық сары майымызды қойып, тағы да жақсылап араластырып аламыз да. Оның үстіне жылы сүтімізді қойып, массамызды жақсылап тағы да араластырамыз. Дайын болған апарымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Онда еліктен өткізіп, осылай аз-аздан қосып тұрып, қасықпен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осылай жұмсақ қамыр шыққаннан кейін үстіне осылай сұйық май қойып, сұйық маймен бірге илейміз. Қолға жабыспайтындай масса шыққанша жақсылап жұмсақ етіп илеп, бір келкі массаға келтіреміз. 2 сағат бойына ашытамыз, арасында 2 рет қайтарамыз. Ашып шыққан қамырларымызды дәл осы видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, қалбын жасап, 20 минутқа тұнып шығу үшін қалдырамыз. Кейін дайын болған булочкаларымызды пісіруге дайындаймыз. Бетіне жұмыртқасын жағып, үстіне қалғанша күнжіт, мак сеуіп, жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. 220 градус қосып тұрған пеште 30-35 минут бойы пісіп шығады. Міне қыздар, біздің булочкаларымыз осылай болып пісіп шықты. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етіп, кезекті видеоларымызды күтіңіздер. Барлықтарыңызға